Бурхан Азыралар үйінде жоқ болғандықтан үйден флешканы іздеп табу үшін сонда келеді. Ұры сияқты барлық бөлмелерді ақтарып флешканы іздеп жүреді. Жоғарғы этаждан тарсылдаған бір дауыс естіледі. Дженк екінші қабатқа көтеріледі, ал Бурхан Мәрттің бөлмесінде тығылып тұрған еді. Дженк басқа бөлмелерді қарап шығады. Сол кезде Бурхан ваннаға тығылып қалады. Дженк Мәрттің бөлмесіне келіп қараған кезде терезе ашық тұрады. Тарсылдаған терезе екен деп ойлайды. Азра мен Дженк Мәртті жатқызуға кетеді, ал Жансу болса мен сендерге шай жасап келейін деп төменге түседі. Бурхан да оған көрінбей дыбысын шығармай, ол да Жансудың ізінен төменге түседі. Жансу асханаға кірген кезде Бурхан оның жанында тұрған екінші есіктен сыртқа шығып кетеді. Есік тарс етіп ашып жабылғаннан кейін Жансу қарайды, бірақ ешкімді таппайды. Жансу есікті қараса, тұтқасы бұзылған екен. Дженк пен Азраға айтады, ертең әкеме айтамын, жөндеп береді дейді. Қадыр Мелисқа барлық шындықты айтады. Ағаңнан өш алу үшін сенімен танысқан едім, бірақ одан кейін сені жақсы көріп кеттім дейді. Мелис болса оған сенбей оны қуып жібереді. Сөйтіп өзі ешкім естімесін деп моншаға барып айқайлап жылайды. Сумру қызының әкесімен кеткелі жатқанына өкініп қайғырып отырған еді. Егер Жансу әкесімен кететін болса, онда мен саған тұрмысқа шыға алмаймын дейді. Қызымнан айырылып мен қалай бақытты боламын дейді. Азми қорқып кетеді. Мелисті бөлмесінде таба алмағандықтан Серап оны іздеп жүреді. Сөйтіп оны жылап отқан жерінен моншадан тауып алады. Не болды деп қанша сұрағанымен Мелисті айтпайды. Ағам дұрыс айтқан екен деп. Сөйтіп Серап, жарайды қызым, жыламашы, бәрі де өтеді, бәрі де ұмытылады дейді. Серап қызын бөлмесіне әкеледі. Фарида ханым келіп, Мелиске тыныштандырып, оған ақыл кеңесін береді. Дженк Азыраларды уайымдайды. Сөйтіп үйінің жанына келіп, түнімен көлікте олардың үйін күзетеді. Бурхан да көлікте күтіп отырған еді. Барлығы ұйықтасын, барып флешканы іздеймін деп. Бірақ Дженктің үйдің қасында болғанын көріп, ол ішке кіре алмайды. Таң атады. Мәрт мектепке дайындалып жүреді және қолындағы флешканы Азыра көріп, бұны қайдан алдың дейді. Мәрт бұл ысқырық, ысқырылмайтын ысқырық деп айтады. Интернетке Фарида ханыммен Сумрудың ұрсып жатқанын таратып жіберген Зерин болатын. Ал Серап келіп анасына шындықты Дженкке қашан айтасың дейді. Зерин кішкене уақыт бер ойланайын, былай барып айта салмаймын ғой дейді. Сөйтіп Серап, саған 2 күн беремін, 2 күннің ішінде айтатын бол дейді. Мелис Дженктің Қадырмен неге бірге бола алмайсың деген сөздерін түсінеді. Сөйтіп ағасынан кешірім сұрайды. Екеуі татуласады. Азми Месутты шақырып алады. Сөйтіп Бурхан туралы сөйлесейік деген кезде Месут Бурхан туралы естігім келмейді деп кетіп бара жатқан кезде Азми айтады, әлгі қағазды сенің қалтаңа Бурхан салды дейді. Маған да сол қағазды көрсетіп, сенен күдіктенетінін айтқан болатын, солай бізден ақша алғысы келіп жүрген шығар дейді. Азра мен Дженк үйлену тойларына дайындықты бастап кетеді. Азра таңертең Фарида ханымдардың үйіне келеді, өйткені бүгін олар базарға анау-мынау алу үшін баратын еді. Сөйтіп Фарида ханым өзінің бөлмесін Азра мен Дженкке беруге шешім шығарады. Бұл бөлмеде жылдар бойы ешкім тұрмаған екен. Фарида ханым Дженк пен Азраға осы бөлмені берем деп шешіпті. Сандығын ашып жылдар бойы сақтаған қымбат заттарым осының ішінде дейді. Сөйтіп жүзікті алып, мынау менің нағашы әжемдікі, Дженктің әйеліне берем деп шешкен едім. Саған бұйырыпты деп оны Азраға береді. Зерина, мен де бір нәрсе сыйлайын деп өзінің жасанды алқасын алады. Фариданы көрмейсің ба, менің көзімше Азраға жүзігін тақты дейді. Сөйтіп барып, бұл да Азраға өзінің жасанды алқасын тойларыңа сыйлық деп тағады. Азмидің сөздерінен кейін Месут кафеге келіп ойланып отқан кезде Бурхан оның отырған орындығына аяғы тиіп кетеді, өтіп бара жатып. Сөйтіп Месут, Бурхан екеуі тағы да сөзге келіп, Хулия оларды бұл жерде ұрыспаңдар деп Месутты ертіп кетеді. Дженк пен Азраның тойына дайындықты бастап кетеді. Керек жарақты алу үшін Стамбулдың үлкен сауда үйіне келеді. Серап Азраның мойнындағы бриллиант алқаға енді бриллиант браслет алайық дейді. Сөйтіп зергер үйіне келіп, мынаған ұқсайтын бізге бриллиант браслет керек деп берген кезде, әлгі адам оны тексеріп, бұл бриллиант емес дейді. Сол кезде барлығы шошып кетеді. Зерин өтіріктен білмегенсіп, қалай бриллиант емес, бұл менің марқұм күйеуімнен қалған дейді. Мен алқамды жақында жоғалтып алған едім, сол кезде ауыстырып жіберген болар деп өтіріктен білмегенсінеді. Дженк Азраның суреттері керек еді деп Жансудан сұрағандықтан Жансу оның жұмысына келеді. Сол кезде әкесінің әмиянын көріп қояды. Жансу Дженктен, мынау менің әкемнің әмияны, сенде қайдан жүр дейді.
Дженк өткенде Азраның барған жерінен тауып алдым дейді. Жансу әкесіне Азраның үйіндегі есіктердің құлпын ауыстырып бересің ба деп өтініш жасағандықтан Бурханға да керегі осы еді. Азраның үйіне келіп ешкім жоқта барлық жерді ақтарып әлгі флешканы іздей бастайды. Сол кезде үйге Дженк пен Жансу келіп есікті тоқылдатады. Бурхан не істерін білмей қалады. Сөйтіп, мен сыртта жүргенде сендер тоқылдатыпсыңдар, есікті жөндеп жатып естімей қалыппын деп өтіріктен ақталады. Дженк мына әмиян сіздікі ма деп сұрайды. Дженк бұл әмиянды өткендегі Азраның барған жерінен тауып алған едім дейді. Бурхан да өтірік айта салады. Сол күні Азраның ізінен түсіп, оның сырттай бақылап жүрдім. Жалғыз өзі барғандықтан қорықтым дейді. Оны қорғау үшін сонда барған едім. Кейін оқ даусы естілді. Одан кейін сен келдің. Мен де сендерге көрінбей ол жерден кетіп қалдым деп өтірігін соғады. Үйге келгеннен кейін Серап анасына Азраға не үшін өтірік алқа тақтыңыз дейді. Сіз соның сол жасанды екенін білдіңіз дейді. Сөйтіп Зерин барлық шындықты айтуына тура келеді. Зерин қызына ақшасыз дымсыз қалғанын айтады. Әкеңнің үлкен қарызы болды. Барлығын саттым. Алтындарымды, бриллианттарымды, магазиндерімді. Сөйтіп әкеңнің қарызын жабуға бәрін бердім дейді. Серап, неге маған айтпадыңыз? Басқа қарызы жоқ па? Бар болса мен жауап берейін дейді. Басқа қарызы жоқ, бәрін бітірдім, сені уайымдамасын деп айтпадым дейді. Бірақ үйінің банк тәркіленіп сатқалы жатқанын қызына айтпайды. Сумру Азраның үй жағына келіп Жансуды шақырып алады. Осы Азра шығар сені әкеңмен кет деп азғырып жатқан дейді. Азра ертең күйеуге шығады да қан сарайына барып тұрады, ал сен жалғыз қаласың тағы да дейді. Осы Азраны түк ұнатпаймын, осы Дженкке күйеуге шығу үшін не деген жоспарлар құрды дейді. Жансу Азраны ақтайды, ол кінәсі жоқ, сен қателесіп тұрсың дейді. Одан да барып Азрамен татулассаңшы дейді. Қазір Азра мен саған Фарида ханым екеуі қалай танысқанын айтып беремін дейді. Фарида ханым Хасанды шақырып алып, бір таныстарымнан Зерин ханым туралы сыбыс естідім, сен соны барып біліп кел дейді. Сумру Дженкті ресторанға шақырып алып, саған қазір Азра туралы бір шындықты айтамын, маған әлі рахметіңді айтатын боласың дейді. Азраны жамандайды, ол саған күйеуге шығу үшін әдейі Фарида ханыммен танысқан. О баста-ақ сендердің челендер сәне бай екендеріңді білген, сөйтіп саған күйеуге шығу үшін әдейі жоспар жасаған, ал сен сол жоспардың құрбанысың дейді. Азра саған ақша үшін, байлық үшін ғана күйеуге шығып жатыр деп Сумру Азраны Дженкке жамандап береді. Мелис болды енді Қадірге хабарласпаймын деп Арданың көзінше оның телефондағы номерін өшіріп тастайды. Осы Сумруға Азраның бақытты болғаны түк ұнамайды. Өйткені ол Азмиге Фарида ханымның сейфінде мирас туралы бір қағаз бар, соны маған суретке түсіріп әкеп берші дейді. Жай көремін дейді. Азми де ешкімге көрсетпеймін деп маған уәде бер дейді. Хасан Сераптың анасы туралы барлық шындықты Фарида ханымға айтады. Әкесінің қарызы бар екен, соны өтеу үшін Зерин барлық байлығынан айырылған екен дейді. Зериннің қолында жалғыз үйі бар екен, оны да банк тәркілеп алып кетіпті, оны сатуға қояды екен дейді. Мәрт флешкамен ойнап жүреді, өйткені алдын Жансудан кітапты алып, кітаппен ойнап жүрген кезде флешканы тауып алған еді. Мәрт Жансуға флешканы апарып береді, мынау сенікі дейді. Жансу флешканың ішінде не бар екен деп ашып көреді. Ішінде әкесі мен әлгі Фарухтың сөйлесіп жатқан аудио жазбасы бар екен. Фарух Бурханға дәмханада ешкім болмайды деп едің, ол жерде Кемаль болыпты, Кемаль өлді дейді. Енді мен не істеймін, сен мені құрттың ғой дейді. Бурхан Фарухқа, мен де ол жерде адам болғанын білген жоқпын, біле де алмайтын едім ғой дейді. Енді маған не істе дейсің деген сөздерден Жансу өзінің әкесін танып қояды.